Сәлем достар, Қызғалдақ мұңы сериалында Сомгүлдің рөлін сомдаған Көкше Ақйылдыз туралы қызықты деректерді айтамыз, сондықтан лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Көкше Ақйылдыз 1992 жылы 30 қазанда Түркияның Синоп өңірінде өмірге келген. Көкше Ақйылдыз жас әрі өте дарынды түрік актрисасы, аз уақыттың ішінде бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың жүрегін жаулап алған. Ата-анасы қыздың шығармашылық бейімділігін, өнер мен музыкаға деген сүйіспеншілігін бала кезінен байқай бастады. Сондықтан ол 3 жасқа толғанда отбасы Стамбулға қоныс аударды. Бұл жерде қыз мектепті сәтті аяқтап, театр және кино факультетіне оқуға түсті. Актерлік карьерасын 8 жасында бастаған Көкше Ақйылдыз өзін басқа мамандықта көрмеген. Студенттік кезінде де қыз түсірілімге уақыт тапты. Көрермендердің есінде ең қызықты және жарқын екі бейне ретінде қалды. Стамбулдың 200 сериалында Аслиді, біздің мектеп сериалында Гүлбахарды сомдады. Актриса кинофильмдер мен сериалдарда тек бір образды сомдаудан қатты қорықты. Ол өз мансабының басынан бастап жұртшылық алдында ұялшақ, керемет тәтті, бірақ өмірде әрқашан жолы бола бермейтін бір түрлі қыз ретінде көрінді. Бірақ актрисаның өзі әр түрлі бейнелерді сомдай алатынына сенімді болды. Сондықтан Қызғалдақ мұңы сериалының түсірілімі кезінде Көкше өз персонажына қатысты режиссерлермен дауласып, соған қарамастан өз мақсатына қол жеткізді. Көкше Ақйылдыз бір образ емес, бірнеше рөлді қатар сомдаған актриса, бір сатыға көтерілу үмітімен бой жеткен, үнемі дамып, білім алып жаңа дағдыларға ие болады. Сондықтан оның жеке өмірінің тақырыбы баспасөз өкілдеріне қызықсыз болып көрінуі мүмкін. Сонымен қатар Көкше Ақйылдыз ешқашан жанжал мен интригаларда көрінген емес. Жас актриса болғандықтан қыз өзінің жауапкершілігі және мансабына қанша күш пен инвестицияны қажет ететінін жақсы түсінді. Содан болар ол барлық уақытын және бар үшін осы салаға салып қарым-қатынаста, тұрмысқа шығуды және тіпті демалысты екінші орынға қойды. Әлеуметтік желілерде Көкше Ақйылдыз жұмыс үдерісінің фотолар мен видеоларын ғана емес, жеке ойларын, жеке мұрағаттағы фотоларын да жариялайды. Осының арқасында жанкүйерлер сүйіктісіне тәулік бойына таңдана алады және келесі тікелей эфирде онымен сөйлесе алады. Қазіргі уақытта Инстаграмдағы Көкше Ақйылдыздың белсенді жазушылары өте көп, және бұл қыздың шынымен де көпшіліктің назары мен сүйіспеншілігіне ие болғанын тағы бір рет растайды. Әрине Көкше Ақйылдыз мұнымен тоқтап қалғысы келмейді және мұның бәрі оның бас айналдыратын мансабының бастамасы және алғашқы қадамдары ғана. 2018 жылдың шілде айында Көкше Ақйылдыз Мұстапа Усюртке тұрмысқа шықты. Сол жылдың наурыз айында актриса ұлды болды. 2022 жыл актриса «Мен сені жүрегімде сақтадым» атты сериалға түсті. Достар, видеомыз ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер.